Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы өткенді бекіту. Бүгінгі сабақта сен алған біліміңді қолдануды үйренесің. Бірінші тапсырма. Әрбір есепке сұлба таңдап, оларды шығар. Бірінші тапсырма. Асын оқиын. Біздің сыныптан жазғы лагерге 12 қыз және оларға қарағанда 8 кем ұл барады. Лагерге ұлдарға қарағанда қыздар неше есе артық барады? Енді кәнеке қарайық. Сонымен неше есе артық барады екен? Қай сөз есеп, осы сөз есепке қай сұлба сәйкес келеді екен? Яғни, екінші 8 кем деп тұр. Екінші сұлба сәйкес келеді екен. Ендеше осы сұлба бойынша енді есепті шығарайық. Қыз 12, ұл белгісіз, бірақ 8 кем қызға қарағанда. Енді сұрақ, лагерге ұлдарға қарағанда қыздар неше есе артық барады? Енді шешуі. 12-ден 8-ді азайтамыз, тен болады 4. Яғни, неше ұл? 4 ұл. Енді неше есе артық екен табу үшін 12 қызды бөлеміз 4-ке. Тен болады 3. Жауабы 3 есе артық екен. Келесі бірінші тапсырманың әсін қарайық. Енді осыған сәйкес сұлбаны таңдап алайық. Мектеп жанындағы лагерге 36 секіртпе. Ал секіртпеге қарағанда 4 есе кем доп сатып алынды. Допқа қарағанда секіртпенің нешеуі артық сатып алынды. Сонымен, енді есептейік. Осыған сәйкес келетін сұлба қайсы екен? 36 секіртпе, секіртпеге қараған 4 есе кем. Ендеше ол бірінші сұлба екен. Осы бойынша есепті шығарайық. Секіртпе 36, доп белгісіз 4 есе кем. Енді сұрағы, допқа қарағанда секіртпенің нешеуі артық сатып алынды? Шешуі. 36-ны 4-ке бөлеміз, себебі 4 есе кем, тен болады 9. Бұл 9, ол доптың саны. Енді секіртпенің нешеуі артық деп тұр. Ендеше 36-тан 9-ды азайтамыз, тен болады 27. Жауабы, допқа қарағанда секіртпенің 27-сі артық сатып алынды. Және Б тапсырмасына қарайық. Сырым 90 күндік каникулдың 25 күнін ауылдағы әжесінің үйінде өткізді. 14 күн лагерде демалды. Ал қалған уақытында үйде болды. Сырым неше күн үйде болды? Яғни бұған келетін сызба мынау соңғы сызба. Енді есепті шығарайық. Ауылда 25 күн, лагерде 14 күн, және үйде белгісіз, бірақ барлығы ол неше күн? 90 күн екен. Ендеше шешуін табамыз. Шешуі 90 азайту 25, азайту 14-тен болады 51. Жауабы сырым 51 күн үйде болды. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырмада теңдік және теңсіздіктер құрастыр деп. Енді бұл екінші тапсырмада өздеріңіз теңдік пен теңсіздіктер құрастырасыздар. Мысал айтайық, 2 көбейту 8 қосылған 12. 2-ні 8-ге көбейтеміз. Қарайық. Біреуі мысал ретінде көрсетейін. Қосылған 12, бұл жерде 16 болады. 2-ні 8-ге көбейткенде, оны қосамыз 12-ке, бізде болады 28. Мына жақ 28. Енді келесі екіншіні көрейік. Мысалы, кескен очкиді алайық. Мысалы, 36 бөлінген 6 қосылған 12 бөлінген 4. 36-ны 6-ға бөлеміз 6, 12-ні 4-ке бөлеміз 3. 6-ны 3-ке қосамыз 9. Ендеше бізде 2 көбейту 8 қосылған 12 артық болады. Міне дәл сол сияқты сіздерде қалған теңдік пен теңсіздіктер құрастырасыздар. Үшінші тапсырма. Тік төртбұрыштардың қабырғаларын өлше, олардың біреуін дәптеріңе сызып периметрін есепте. Енді қарайық, яғни өлшегенге 7 см ұзындығы,
3 сантиметр, келесінікі 4 сантиметр және 3 сантиметр. Ендеше бірінші тік төртбұрыштың периметрін есептеп көрейік. Периметр тең болады, жақшаның ішінде 7 сантиметр қосу 3 сантиметр, жақшаны жабамыз, көбейтілген 2. Тең болады 20 сантиметр. Немесе екінші тәсілмен барлық қабырғаларын қосып шығамыз. 7 сантиметр қосу 3 сантиметр қосу 7 сантиметр қосу 3 сантиметр тең болады 20 сантиметр. Екінші тік төртбұрыштың периметрін дәл осылай есептесіздер. Және төртінші тапсырма баған түрінде есептеп дұрыстығын тексер. Енді қарап шығайық. 56 қосу 38 тең болады 94. 45 қосу 39 тең болады 84. 45 азайту 37 тең болады 8. 19 қосу 69 тең болады 88. 90 азайту 68 тең болады 22. 100 азайту 64 тең болады 36. 84 азайту 69 тең болады 15. 91 азайту 57 тең болады 34. Және де тексересіздер. Осымен оқушылар сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.